Зебра пирогы өте тез, жылдам әрі дәмді дайындалатын пирогтың бірі, әрі жұмсақ, осындай көлемді болып шығады. Бізге керегі жұмыртқа, оның үстіне қантымызды салып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Ағарғаннан кейін үстіне дүкеннен алған 20% қаймағымызды салып, біріктіреміз. Сары майымызды ертіп алып, үстінен құятын боламыз. Осылай барлығын араластырып, миксердің көмегімен біріктіреміз. Үстінен міндетті түрде електен өткізіп, қопсытқышпен ұнымызды салып, әдемілеп араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін массамызды таразыға тартып, бірдей көлемде екіге бөліп алатын боламыз. Мінекей, біз әдемілеп бөліп алдық. Енді бір бөлігіне какао қосатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып алғаннан кейін осылай екі түрлі тестамыз шығатын болады. Енді формамызға салатын боламыз. Менде форма 22 сантиметрлік. Яғни сіздер одан да кішілеу немесе үлкендеу. Негізі форма кішірейген сайын пирогтарыңыз өте биік, яғни пышный болып шығатын болады. Осылай кезекпе-кезек 2 ас қасықтан салып отырып, барлығын салып шығатын боламыз. Барлығын салып болғаннан кейін осылай ас қасықпен осылай узоры жасасаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Толықтай піскенін пештен алатын кезде ортасына зубочистканы тығып көресіздер, яғни сода құрғақ болып шығу керек зубочистка, сол кезде толықтай піскендігі. Бізде мінекей толықтай пісіп, әдемі болып шықты. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз.